Құрметті бокс жанкүйерлері, ертең әлем чемпионатының 7-ші күні 4 қазақстандық боксшы шаршы алаңға көтерілетін болады. Ертеңгі 7-ші күнде осы әлем чемпионатындағы алғашқы жекпе-жегін өткізетін 2021 жылғы әлем чемпионы, Олимпиада ойындарының қола жүлдегері Сәкен Бибосынов өзінің алғашқы кездесуінде байырғы қарсыласы үндістандық Дипакқа қарсы жекпе-жек өткізетін болады. Ал 57 келі салмақ дәрежесінде өнер көрсететін 2021 жылғы әлем чемпионатының күміс жүлдегері Серік Теміржанов бұл чемпионаттағы өзінің екінші айналымында венгриялық Рональдқа қарсы кездесуге шығады. Ал 75 келі салмақ дәрежесінде өнер көрсететін Азия чемпионатының күміс жүлдегері Нұрғанат Раис та бұл әлем чемпионатындағы өзінің алғашқы кездесуінде доминикандық боксшымен жұдырықтасады. 4-ші болып шаршы алаңға көтерілетін аса ауыр салмақта өнер көрсететін екі дүркін әлем чемпионатының күміс жүлдегері, Олимпиада ойындарының қола жүлдегері Қамшыбек Қоңқабаев бұл әлем чемпионатындағы өзінің екінші кездесуінде Сирия мемлекетінің боксшысы Мұхаммедке қарсы жекпе-жекте ширек финалға шығарып, жолдаманы сарапқа салатын болады. Жігіттерге сәттілік тілейміз, қазақ боксы жасасын.